Кәнеке кім айтады? Үнжу. Ұлттық ойындар, спорттық ойындар, қысқы ойындар. Жарайсыңдар балалар. Олай болса мен сендерді бүгін ойын әлеміне саяхатқа шақырамын. Ол үшін біз мына асық жолақшаның үстімен жүріп барамыз. Қарашы, біз ойындар әлеміне де келіп жеттік. Ойындар әлемінен біз не көріп тұрмыз? Асықтар, дұрыс айтасыңдар. Қараңдаршы, бұл жерде әр асықта бізге берілген тапсырмалар бар. Олар болса жайғасып отырыңдар. Балалар, бірінші асықтың бізге дайындаған тапсырмасы. Кәнеке, мұқият тыңдаймыз. Екі балуан кілем үстінде бір-бірімен күш сынасады. Бұл қандай ойын түрі екен? Аднан? Бұл күрес ойыны. Балалар, бірінші асықтың бізге қойылатын тапсырмасы қазақтың қандай ұлттық ойындарын білеміз? Кәнеке, қазақтың қандай ұлттық ойындарын білеміз? Соқыр теке ойыны. Тағы кім біледі? Күрес ойыны. Жарайсыңдар, тағы. Сардар? Хан талапай ойыны. Тағы қандай? Никита? Асық ату ойыны. Жарайсың. Шадиана? Арқан тарту ойыны. Жарайсың. Сақина салу ойыны. Жарайсыңдар, тағы қандай ойын түрлері бар екен? Тағы есімізде? Тақия тастамақ ойыны. Аднан? Алты бақат чебу ойыны. Жарайсыңдар балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын көп түрлерін біледі екенсіңдер. Ал сендер сол ойынды ойнай білесіңдер ме? Олай болса мен сендерді соқыр теке ойын ойнауға ортаға шақырамын. Кәнеке, үлкен шеңбер болып тұрамыз. Балалар, ойынның түрі соқыр теке деп аталады. Ойынның шарты: бір баланың көзін байлаймыз. Байлаулы тұрған бала басқа балаларды қуып ұстау қажет. Ойын шарты түсінікті ме? Иә. Олай болса ойынды бастаймыз. Соқыр теке бақ, біз айтамыз сақтап, мықты болсын кәнеке, бірімізді таптап. Жарайсың, кәнеке көрейік. Аднан, сен кімді ұстадың? Мен Мадинаны ұстадым. Жарайсың, ендігі кезекті Мадина бастайды ойынды. Балалар, бізде үшінші асықтың тапсырмасы білім ұяшықтары деп аталады. Бұл жерде мен сендердің білімдеріңді тексеріп көрейін. Кәнеке, мұқият тыңдаңдар. Бірінші сұрақ: екі балуан кілем үстінде бір-бірімен күш сынасады. Бұл қандай ойын түрі екен? Аднан? Бұл күрес ойыны. Дұрыс айтасың балалар. Кәнеке, олай болса байқап көрейікші, дұрыс па екен? Иә. Күрес ойын екен. Ал келесі тапсырма балалар: ортаға сызық сызылады, екі топқа бөлініп, күш сынасады. Бұл қай ойын түрі екен? Кәнеке, кім айтады? Лимара? Бұл арқан тарту ойыны. Жарайсыңдар. Ал келесі сұрақты тыңдап көрейік. Бұл ойынға ұл балдар қатысады. Асық жерге шашылады. Кәнеке, кім айтады? Бұл хан талапа ойыны. Жарайсыңдар. Кәнеке, көрейікші балалар, дұрыс па екен? Иә. Хан талапай ойынына тек ұл балдар ғана қатысады екен, ал келесі сұрақты тыңдаймыз. Сұрағымыз балалар: бұл ойынға әткенше құрылып, ән айтылып, би билейді. Кәнеке, кім жауап береді? Жания? Бұл алты бақан чебі ойыны. Жарайсың, Жания. Ал келесі ойынның сұрағы: аттың үстінде жігіт шауып келе жатыр, бір затты атып түсіру қажет. Кәнеке, кім жауап береді? Максим? Бұл жамбы ату ойыны. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ: аттың үстінде екі жігіт бір-бірін жығып түсіру қажет. Бұл қай ойын түрі екен? Кәнеке? Виктория? Бұл аударыспақ ойыны. Балалар, дұрыс па екен? Бұл аударыспақ ойыны. Ал келесі сұрақ: аттың үстінде шауып келе жатып, қыз жігітті қамшылайды. Кәнеке, кім жауап береді? Мадина? Бұл қыз қуу ойыны. Балалар, бұл ойын үлкен мерекелерде ипподромда ойнатылатын ұлттық ойынның түрі. Кәнеке?
Рамзан. Бұл көкпар ойыны. Балалар, біздің келесі үшінші асықтың тапсырмасы ойынға қажетті заттарды топтастыр деп аталады. Ал қанеке, ойынға кім шығады? Никита. Бұл асық. Асықпен асық ату ойынын ойнаймыз. Жарайсың. Қанеке, келесі. Мадина. Бұл сақинамен сақина салу ойынын ойнаймыз. Жарайсың. Ал қанеке, келесі ойынға кім шығады? Шадиана. Бұл теңгемен теңге ал ойынын ойнаймыз. Жарайсың. Бағдар. Бұл сүйекпен ақсүйек ойынын ойнаймыз. Жарайсың. Қанеке. Жания. Қанеке, көмектесуіне саған. Бұл арқанмен арқан тарту ойынын ойнаймыз. Жарайсың, Жания. Аднан. Бұл тахиямен тахия тастамақ ойыны ойнаймыз. Жарайсың. Ал қанеке, бізде қандай ойындар қалыпты? Кім шығады? Кім шығады? Інжу. Бұл таяқпен сиқырлы таяқ ойынын ойнаймыз. Жарайсыңдар балалар, сендер өте білімді екенсіңдер. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Төртінші асықтың тапсырмасы мақал мәтелдер айту. Мынау асықыңдар келіңдер. Мақал мәтел айтып беріңдер. Ережесіз ойын жоқ. Жарайсың, Інжу. Қанеке, Малика. Доп ойнаған тозар, асық ойнаған озар. Жарайсың, Малика, отыра ғой. Бағдар. Ойында өлік жоқ, ханда төзелік жоқ. Жарайсың, Бағдар. Қанеке, Сурайо. Отпен ойнама, өртенесің, дүспен ойнама, өкпелетерсің. Жарайсың, Сурайо, отыра ғой. Ал Жанияны тыңдап көрейік. Ойнақтаған бота от басар. Жарайсың. Рамзан. Ақылсыз ойын бұзар, арамда жиын бұзар. Жарайсың, Рамазан. Отыра ғой. Бізде 5-ші асықтың тапсырмасы қан талапай ойыны. Қазақтың ұлттық ойындарының көбіне асық қолданылады. Асық бұл адамның ойлау мүшелерін тапқырлыққа, ептілікке, дәлділікке және тыныс алу мүшелерінің жұмыс істеуіне ықпал етеді екен. Олай болса, мен сендермен қазір қан талапай ойынын ойнауға шақырамын. Ол үшін маған ұл балдар қажет. Талапай-ау талапай, табылды ойын алақай. Асық жерге шашылды, талапайға Қанеке, орнымыздан тұрамыз. Шоқан, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4, 5. Менде 5 асық бар. Мына асықтың түсі қандай? Бұл қызыл түс. Жарайсың, Қанеке, сал. Орныға отыра ғой, қапшыққа. Бағдар, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4, 5. Менде 5 асық бар. Жарайсың. Ал мына асықтың түсі қандай? Сары. Жарайсың, Қанеке, қапшыққа саламыз. Никита, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Менде 6 асық бар. Жарайсың. Ал мына асықтың түсі қандай? Жасыл. Жарайсың, Қанеке, жинаған асықтарыңды саламыз қоржынға. Максимге керек. Максим, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4,
5. Менде 5 асық бар. Жарайсың, Максим. Ал мына асықтың түсі қандай? Қызыл. Жарайсың. Кәнекей жинаған асығымызды саламыз. Рамзан, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3. Менде 3 асық бар. Сенде 3 асық бар екен, е? Ал мына асықтың түсі қандай? Түсі қандай? Сары. Жарайсың, отыра ғой орныңа. Аднан, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4, 5. Менде 5 асық бар. Жарайсың. Ал мына асықтың түсі қандай? Қызыл. Жарайсың. Кәнекей жинаған асығымызды қапшыққа салайық. Балалар, асықтарды санадық, түстерін айттық. Енді кезекті санамаққа берейік. Бір дегенім бөрік, кесе бойға көрік. 2 дегенім елім, далам тауым көгім. 3 дегенім үскі, ұшып жерге түсті. 4 дегенім тайлақ, тайлақты қой байлап. 5 дегенім бесік, шықтық судан өсіп. 6 дегенім асық, ойнаймыз бұл шортып. 7 дегені жалау, жүректегі алау. 8 деген сандық, іші толған байлық. 9 дегенім тұрсық, қымыз ішім қойып. 10 дегенім ойлап, тапқан сөзім оймақ. Жарайсыңдар, балалар. Кәнекей олай болса, балалар, біздің балабақшаға қайтатын уақытымыз болды. Кәні орнымыздан тұрып, балабақшамызға оралайық. Жарайсыңдар, балалар. Біз де балабақшамызға келіп оралдық. Бүгінгі ойын ойнаған сендерге ұнады ма? Маған Ханталапай ойыны ойнаған ұнады. Маған соқыр текте ойыны ұнады. Маған асық жолақшамен жүрген ұнады. Қайтын. Маған мақал айтқан ұнады. Маған санамақ айтқан ұнады. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі оқу қызметімізді осымен аяқтаймыз. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз!